Саламатсыздарбы. Біз Екібастұз қаласы Абай Құнанбаев атындағы нөмірлі 2-ші жалпы орта білім беретін мектебінен келіп отырмыз. Абайдың қара сөздері оның ақындық мұраларына қосылған бағалы қазына. Соның ішіндегі 19-шы қара сөзінде адамның өсіп жетілуіндегі тәрбиенің рөліне ерекше тоқталған. Сонда Абай атамыз 19-шы қара сөзінде не жайында айтылған, Мадина? Адам баласы туа салысымен есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып, естілердің айтқан сөздерін есте сақталғаны, естілердің сөздерін есте сақтап, ғибрат алғаны есте. Менің ойымша, Абай атамыз бұл қара сөз арқылы адам баласының бірден туыла сала атақты, ақылды, данышпан болып туылмайтынын түсіндіргісі келген. Ең бастысы өмірдегі әр болған оқиғадан өзіңе сабақ алу. Егер жақсы болса, одан да игі істерді жасауға ниеттеніп, егер жаман болса, онда ол самауға ниет қылған жөн. Сөзбен айтқанда, жақсыдан үйреніп, жаманнан жирену керек. Дұрыс айтасың, қызым. Сүйекке біткен мінез сүйекпен кетеді. Абай адам мінезінің түрлерін адамгершілік, имандық тұрғыдан қарастырып, оны жақсы және жаман деп жіктеген. Мен де сендердің бойларынан адамгершілікті, имандылықты, сыпайылықты, беріктікті көргім келеді. Есті адамның қатарында болғыларың келсе, күніне бір мәрте, болмаса жұмасына бір, ең болмағанда айына бір, өмір жайында өзің қалай өткізгенің жөнінде өз-өзіңнен есеп ал. Бұл даналық сөздің жастар үшін тәрбиелік мәні зор. Сондықтан Абай атамыздың дана сөздерін әрдайым естен шығармаңдар.